Қайырлы кеш, балақай. Қалай? Жазғы жасыл жапырақ қызыл сары түске боялып, алтын күз табиғатын тамашалап жатқан боларсың. Тамаша. Ал енді кезекті ертегіні тыңда. Үш торай ертегісі. Үш бір-бірінен айнымастай, үш ағайынды торай өмір сүріпті. Ниф-ниф, наф-наф және нуф-нуф. Жаз бойы торайлар шалғын жасыл шөпте ойнап, күн шуағына қызынып, көлшік сумен еш уайымсыз ойнады. Уақыт өте келе жапырақтар сарғайып желмен ұшып, аспан бұлттанып, жаңбыр жиі жауып, күз келді. Үлкен ағасы Нуф-нуф, енді күзден соң қыс келеді. Қыс күні үсіп қалмай аман шығу үшін тұратын үйімізді бірге соғуға кірісейік деп ұсынады. Бірақ Ниф-ниф те, Наф-наф та ол жайында ойлағысы да келмеді. Сондықтан қыс әлі алыс, біз әлі де ойнап күлеміз. Келген кезде тез-ақ үйді соғып аламыз деп сылтау айтады. Нуф-нуф болса, онда мен қазірден бастаймын деп жеңін сыбанып кірісіп кетеді. Күннен күнге күн суытып, қырау түсті. Сонда ғана Ниф-ниф пен Наф-наф әрекеттене бастады. Ниф-ниф ешкіммен ақылдаспай, ең оңай жеңіл үйді мен қамыстан саламын деді де, кеш батқанша үйін тез-ақ бітіріп қойды. Бұл кезде Наф-наф бұтақтарды жинап, бұл іске қатты бас қатырғысы келмей, бұтақтарды бір-бірімен өріп тез-ақ бітірді. Ал Наф-наф болса ерінбестен тастар жинап, оларды тасып, емен ағашынан есік ойып, қабырғасын көтеріп қойған болатын. Енді болса шатыр жасап жатқан Наф-нафты көрген інілері, «Ой, сен ауыр жұмыс жасап қиындатып жіберіпсің ғой мүлдем. Бұл енді үй емес, қапас қой», деп кекетіп күледі. Ал Наф-наф байыппен, «Сенің үйің суықтан қорғайтын, ал қасқыр шапса алынбас қамал қапас болу керек» деп қысқа қайрады. Жұмысын тоқтатпай жалғастыра береді. Інілері де орманда ойнап күлумен, әндетіп күндерін өткізумен болды. Күндердің бірінде олар қатты шу жасап, қасқырды оятып жібереді. Оянған ашулы қасқыр оларға шабуыл жасайды. Екі торай екі жаққа өз үйшіктеріне қарай қашады. Ниф-нифті қуып жеткен қасқыр, оның салған қамыс үйін көріп, «Есік аш, әйтпесе мен үйіңді қазір жайратып тастаймын» деді. Алайда қамыс үйінде дір-дір етіп отырған Ниф-ниф тіл қатпады. Осы кезде қасқыр «1, 2» деп демін ішіне жинап, бір үргенде ақ қамыстар жан-жаққа ұшып дымда қалмайды. Ниф-ниф болса зорға қашып үлгереді. Ниф әрең дегенде Нуфтың үйіне жетіп кіріп алады. Енді екеуі бірге дірілдеп қорқып отырады. Қасқыр мұнда да жетіп келіп, «Ей, ашуымды келтірмей есікті ашыңдар» деп ақырады. Алайда Ниф та Нуф та жеп-жеңіл оп-оңай соғылған үйшігіне әлі де сеніп отыр еді. Бұл кезде қасқыр ашу қаһарына мініп, демін ішке жинап, оңай соқпаса да бір-екі үрлеп үйшіктің тас-талқанын шығарады. Зәресі ұшқан олар Наф-нафтың үйіне қаша жөнелді. Қасқыр да қалар емес, алайда олар Наф-нафтың үйіне жасырынып үлгереді. Тастан қаланған үйге қасқыр да жетеді. Сөйтіп сол баяғы әдетіне салып, «Есікті ашыңдар, әйтпесе мен қазір үйшікті күл-талқанын шығарамын» деп ақырады. Түк шықпаған соң демін ішіне жинап, оны қайта-қайта үріп, қамыс пен бұтадан жасалған үй сияқты қиратып саламын дегені боз әурешілік болды. Шарасыздан енді қасқыр тас қабырғаларды тырмалап, тырнақтары сынды. Емен ағаш есікті мүжмек болды, тістері түсті. Енді кезекте ашу ызадан ақыл есінен айрылған қасқыр қабырғаға өрмелеп мұржадан ішке тура кірмек болды. Бірақ бұл кезде де үй иесі Наф-наф еш қобалжымады. Мұржасы тартылған пештегі қазан астына от жағып су қайнатып отыра берді. Қасқыр шатырға шығып, мұржадан шыққан түтінмен қып-қызыл жалын отты көріп, ойбайлап қашады. Алды-артына қарамай ну орманға еніп, ізін суытады. Ағайынды Ниф-ниф, Нуф-нуф, Наф-наф аман қалғандарына қуанып, былай деп әндетеді. Қалың қыста орманда қорқынышты емес қасқыр да, біздің үйде үй болмас, жер шарын іздеп шықсаң да. Бұл ән қараңғы түн батып, таң атқанша естіліп жатты. Міне солай. Ал балалар, сендерге қай торайдың үйшігі ұнады? Өте жақсы.
өздерің көргендеріндей бастаған істі соңына дейін тиянақты бітіру жарқын болашаққа алып келеді. Сондықтан ата-аналарыңды тыңдап, сабақтарыңды жақсы оқып, күздің суық күнінде жылы киінуді ұмытпаңдар. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар. Көрсетілім демеушісі Азалия халал асханасы. Қымбатты көрермен, бағдарлама ұнаған болса, лайк басып, пікіріңді жазып кет. Келесі бағдарлама жіберіп алмас үшін тіркеліп кет.